Достар, барлықтарыңызға сәлем. Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай, тез және қол жетімді өнімдерден дайындалатын, ал өзі дүкеннің нанынан 1000 есе артық болып шығатын өте жұмсақ, үлпілдек батон рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ыдысқа алдын ала еленген ұнды саламыз. Менде мында 320 грамм ұн бар. Әзірше оның 300 граммын ғана қолданып, қалғанын керек болса кейін қосамын. Ал енді осы ұнға қант, ашытқы және тұз салып, барлығын жақсылап араластыру керек. Араластырып болғаннан кейін ұнға сұйық май мен жылы сүт құямыз. Ал қазір қолға қатты жабыспайтын жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Мінекей достар, қамыр дайын. Енді оның бетін жауып 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Тым ұзаққа қоюдың қажеті жоқ. 40 минут өткен соң қамыр кішкене көтерілді. Достар, қазір оны алдымен мінекей осылай қолымызбен үлкейтіп алып, кейін оқтаумен жаюды жалғастырамыз. Қамырды барынша жұқа етіп жайған абзал. Қамыр жайылғаннан кейін, достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, оны мінекей осылай домалатып бастаймыз. Ал шетін болса, мінекей осылай кесіп шығу керек. Ал қазір қамырды соңына дейін домалатып, противенге салып, бетін жауып, 15 минутқа көтерілгенше тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін батон мінекей осылай көтерілді. Қазір оның бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағып, өз қалауларыңызша көкнар немесе күнжіт себуге болады. Батон нанын алдын ала 200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, батон дайын, иісі деген керемет болып тұр. Қазір оны сіздерге кесіп көрсетемін. Қараңыздар достар, қамыры жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Оңай және тез рецепт үшін лайктарыңызды аямаңыздар достар. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.